Сәлем, балақай. Қалайсың? Көңіл күйің қалай? Өте жақсы. Ал мен бүгін саған тағы да бір жаңа ертегі айтып беруге шықтым. Саған менің ертегілерім ұнай ма? Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк бас. Жарай ма? Жақсы. Ал бүгін қандай ертегі айтып береді деп ойлайсың? Білесің бе? Қарға баласын аппағым дейді. Ал кірпі баласын жұмсағым дейді екен. Ал ол сөздің қайдан қалғанын білгің келсе, қазір мен айтып беретін ертегіні тыңда. Қане жақсылап жайғастың ба? Экранға берірек жақында. Мен бастаймын. Ертеде Сүлеймен деген патша болыпты. Ол патша кірпі мен қарғаны шақырып алып, былай деп бұйрық беріпті. Ал патшаның бұйрығы ол заң. Оны міндетті түрде орындау керек. Сен қарға жер жүзін аралап, маған ең жақсы сайрайтын құс тап. Құсты бас жағыма отырғыз. Таңертең ол мені ғажап әнімен оятсын. Ал сен, кірпі, маған ең жұмсақ нәрсе тауып кел. Оны жастығымның үстіне, бетіме тақау жерге орналастыр. Мен таңертең құстың әнімен оянған кезде, бетіме сол жұмсақ нәрсе тиетін болсын, дейді екен. Екеуі сондай бұйрық алып, жер шарын аралап іздеуге кетеді. Қарға дамыл таппай, барлық жерді аралап, неше түрлі құстардың сайраған дауыстарын естиді. Алайда оған бірде-бір құстың үні ұнамайды екен. Оған бұлбұл да, басқа құстар да сайрай алмайтындай көрінді. Дауысы әдемі құс таба алмай, қарға қатты қайғырады. Енді патша мені өлімге кеседі ғой деп, шаршап, шалдығып, үйіне келсе, оны көрген балалары қуанып, қарқ деп сайрай жөнеліпті. Оған балаларының қарқылдаған дауысы сондай нәзік, әдемі болып естіледі. Қарға қуанып, балаларын Сүлеймен патшаға келіп, оның бас жағына ұя салып, балапандарын сол жерге отырғызады. Ал енді кірпі не істеді екен? Кірпі Сүлеймен патшаға жұмсақ зат тауып әкелу керек болатын. Кірпі де дамыл таппай, жер жүзінен жұмсақ зат іздейді. Бірақ еш жерден таба алмайды. Әбден жалығып, қарны ашып, шаршап, үйіне келсе, алдынан балалары шығып, құшақтай алады. Кірпі балаларын бауырына басады. Сонда балалары оған жұмсақ болып сезіледі екен. Кірпі болса, дереу балаларын Сүлейменнің жастығының үстіне жатқызады. Содан бері қарға баласын аппағым дер, кірпі баласын жұмсағым дер деген сөз сол заманнан қалған екен. Енді түсіндің бе? Яғни, әрбір анаға өзінің баласынан артық ешкім жоқ. Ал жақсы, бүгінгі ертегім ұнады деген ойдамын. Мен сенімен ертеңге дейін қоштасамын. Сау бол.